көрермендер, эфирде Абай апта жаңалықтар топтамасы. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Ойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар Құдай жас қыладай қайғысыз қыла көр деп, тілек-тілеген өзім көрдім дейді. Абай атамыз 5-ші қара сөзінде. Осы аптамызда қайғысыз жас балаларымыз Бастауыш 4-ші сынып бірлестігінің ұлттық мұра ел байлығы атты апталығымен бастадық. Апталықтың ашылуы 14-ші қараша күнінен бастау алып 18-ші қарашаға дейін жалғасқан бұл апталықта 4-ші сынып жетекшілері бірі ашық сабақтарын өткізсе, бірі оқушыларынан тест алып, енді бірі конкурстар ұйымдастырды. 4-ші сынып жетекшілері апталық аясында өнерлі бала өргі жүзер атты өнер сайысын ұйымдастырды. Өткізілген ашық тәрбие сағаттарының арасында ата-аналарды да мектеппен баламен араластыру мақсатында әжелер сөзі, тәрбие көзі атты немерелермен топқа бөлінген әжелер сайысы сабағы да өтті. Салт-дәстүрлер, қазақтың ұлттық киімдері, бесік жыры, бата беру барлығы қамтылған бұл сабаққа әжелер ұйымдастырған сынып жетекшісі Қалжанова Әсия апайына өз алғыстарын айтты. Класс жетекшісі Әсия апайдың әжелер сөзі, тәрбие көзі атты салт-дәстүрге байланысты сайысына қатынасып, 6 әже, 6 оқушы болып өте жақсы, жоғары деңгейде өтті деп білемін. Мұғалімнен алған үлгі-өнегесі, білімі жағынан өте жақсы өтті. Сайыс та өте жақсы өтті. Тәрбиелік мәнісі зор болды сайыстың. 14-ші қараша күні мектеп алды даярлық тобына мектеп директорының бастауыш сыныптар бойынша оқу ісі жөніндегі орынбасары Құлжабаева Рахат Сүйерқұлқызы тәлім сәтін өткізді. Тәлім сәтте білім құмар балаларға арналған республикалық үркер зияткерлік марафонынан жеңімпаз атанған мектеп алды даярлық тобының оқушыларын марапаттап, және осы кішкентай ғана жеңімпаздарды дайындаған мат тобының жетекшілерінде үркер халықаралық IQ орталығының дипломы мен алғыс хаттарымен марапаттады. 17-ші қараша күні 9-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың мектепшілік кезеңі өтті. Олимпиаданың ашылуы концерттік бағдарламамен және мектеп психологының тренингімен жалғасты. Оқуда озат оқушыларға мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Мұханова Тоты Жеткізгенқызы құттықтау сөзін айтып, сәттілік тіледі. Ал енді спорт жаңалықтары. Дзюдодан 2012-2013 және 2014-2015 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында қалалық ашық турнирде мектебіміздің оқушылары Сүйіндік Әмірбек пен Жылқыбай Бектас бірінші орынға ие болса, Смағұл Дастан есімді оқушымыз екінші орынға ие болды. Каратэ-додан Жаңаөзен қаласының ең алғаш жаттықтырушысы Амангелді Байбосыновты еске алу құрметіне ұйымдастырылған Жаңаөзен Кап 2022-ден мектебіміздің оқушысы Шайық Тархан бірінші орын алды. Дәл осы жарыстан Рахим Азиз атты оқушымыз үшінші орынға ие болды. Ақтау қаласында дзюдо күресінен өткен жарыста мектебіміздің оқушысы Мақсұт Ирхан бірінші орынға ие болды. Балалар жылына орай дзюдо күресінен 2011-2012 және 2013-2014 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында Ақтау қаласынан Қыдырғұлдияр бірінші орынға ие болды. Республика күніне орай грек-рим күресінен 2011-2013 және 2014-2015 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында облыстық ашық турнирде командалық екінші орынға Жауынбай Аңсар ие болды. Мен Фоктағы өзен жарысында екінші орын алдым. Сосын бірінші орынды Дияр деген досым алды. Ақтөбе, Ақтау облыстық жарыс болды. Сол жарыста мен арқасында екінші орын алдым. Барларды спортқа қатысуды шақырады. 7 күннің жарысы болған Абай апта жаңалықтар топтамасы осымен аяқталды.
келесі жексенбіде жүздескенше сау болыңыздар.